Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бауыр мен ұйқы безі. Бүгінгі сабақта бауырдың гистологиялық құрылысын және де ұйқы безінің гистологиялық құрылысы жайлы айтатын боламыз. Бауыр, орысшасы печень, латыншасы хепар. Организмдегі ең ірі ас қорыту безі болып табылады. Эмбриогенездің алғашқы кезеңдерінде бауыр 12 елі ішектің төменгі қабырғасындағы эпителий қатпары ретінде қалыптасып, кейінірек алдыңғы және артқы бөліктерге бөлінді. Алдыңғы бөлігінен бауыр, артқы бөлігінен өт қабы мен оның өзегі дамиды. Бауырдың негізгі қызметі азықтың құрамындағы майды қорытуға қатысатын өт бөледі. Ол ішек қарыннан жиналатын вена қан ағатын қақпалық венаның бойында орналасып, қандағы әртүрлі зиянды да улы азоттық зат алмасу өнімдерін, биогенді аминдерді, дәрі-дәрмектер қалдықтарын бейтараптандырып, микроорганизмдерді жояды. Мынау бізде бауырдың ірі қара малында орналасатын орны. Сонымен қатар бауырда белоктар, альбуминдер, фибриноген, протромбин, ыдыраған эритроциттердегі гемоглобиннен өт пигменттері түзіледі. Жануарлар организміне тән күрделі көмірсу гликоген қор ретінде сақталады. Қан капиллярлары қабырғасындағы тармақты макрофагтар Kupfer жасушасы қанға түскен микроорганизмдерді, басқа да бөгде заттарды қармап, фагоцитоз арқылы жояды. Бауыр организмдегі белок, май, көмірсу алмасуларына қатысады. Бауырда организмдегі қанның 20% қор ретінде сақталады. Мына біздегі алдағы суретте ірі қараның ас қорыту мүшелері көрсетілген, және де ода бауырдың орналасатын орны көрсетілген. Жануарлардың түрлері мен бауырдың қанға толу деңгейіне байланысты оның түсі қызыл қоңырдан ақшыл қоңырға дейін өзгеріп отырады. Бауыр құрсақ қуысында көкеттің артқы бетінде орналасқан, оның алдыңғы бетін диафрагмальды бет, артқы бетін висцеральды бет деп атайды. Дорсальды жиегі доғал, вентральды жиегі жұқа да қырлы болып келеді. Бауырдың оң және сол жиектері болады. Доғал жиегінде өңеш батыңқысы мен артқы қуыс венаның өтетін орны көрінеді. Вентральды қырлы жиегіндегі бөлік аралық ойықтар бауырды оң бөлікке және де сол бөлікке және олардың аралығындағы аралық бөліктерге бөледі. Ұйқы безі. Ұйқы безінің орысша поджелудочная железа, панкреас деп атаймыз. Қосарынан қызмет атқаратын, құрылысы мен қызметі әртүрлі екі экзокринді және эндокринді бөліктерден құралған аралас без. Қарын асты безінің негізін сыртқы секреция бөлімі түзеді. Бездің сыртынан дәнекер тінінен құралған капсула қаптайды. Одан ортаға қарай безді бірнеше бөліктерге бөліп, қалқалар өтеді. Бұл бөліктерде альвеолалар және өзектер орналасады. Өзектері қосылып, бездің негізгі өзегін түзіп, 12 елі ішекке барады. Ішкі секреция бөлімі бездің әр жерінде әртүрлі жасушалардың жиынтығы болып құралады. Оларды Лангерганс аралшықтары деп атайды. Алдағы суретте ұйқы безінің орналасу орны көрсетілген. Поджелудочная железа, мынау тұрған түр. Оны қарын асты безі деп те айтпаймыз дедік, өйткені қарынның астында орналасатындықтан. Қарын асты безі ұйқы безі ішкі және де сыртқы секреция безі болып есептеледі. Сыртқы секреция бөлімі панкреатикалық сөлін 12 елі ішекке бөліп шығарады. Ол ақуыздарды, майларды және де көмірсуларды ыдыратады. Ал ішкі секреция бөлімі гормондарды қанға бөліп шығарып, көмірсу мен май алмасуын реттейді. Ұйқы безінің гистологиялық құрылысы көрсетілген. Ерекшеліктері: шошқаның қарын асты безі сұр сары түсті болып келеді. Оның денесі оң жақ және сол жақ бөлімдері болады. Безінің өзегі 12 елі ішекке, өт өзегінен 13-20 сантиметрден кейін ашылады. Күйіс қайратын малдардың безі 12 елі ішектің қасында орналасады. Ірі қара малда өзегі өт өзегінен 30-40 сантиметрден кейін ашылады. Қойда өт өзегімен бірге болады. Жылқының безі қызғылт сұр немесе қызғылт сары түсті. Оң жақ бөлігі бездің денесімен бірігіп тұрады. Өзегі бауыр өзегімен бірге ашылады. Қосымша өзегі де кездеседі.
Жылқының ас қорыту мүшелері бауыр және де мынау тұрған ұйқы безі. Ұйқы безінің гистологиялық құрылысы. Ұйқы безі құрсақ қуысында 12 елі ішек ілмек аралығында орналасады. Ол сыртынан дәнекер ұлпалық қапшықпен қапталған. Қапшықтан без ішіне тарамдала енетін дәнекер ұлпалық аралықтар без паренхимасын бөлікшелерге бөледі. Бөлікше аралық дәнекер ұлпалық аралықтарда қан және лимфа тамырлары, жүйке талшықтары, ұйқы безінің бөлікше аралық шығару өзектері, қапшықталған сезімтал жүйке ұштары орналасады. Ұйқы безінің экзокринді бөлігі құрылысы жағынан күрделі, көпіршікше, түтікше бездер болып табылады. Алдағы суретте шошқаның ас қорыту мүшелері көрсетілген. Бауырды мына жерде орналасса, ұйқы безі мына жерде орналасады екен. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар.